Адамның жаралу қиссасы. Ұлы Алла ешқашан ештемеден жаралмаған әуелден бар зат еді. Әлемнің іші де, тысы да бір өзі, әлемнен бөлек те емес, бірге де емес, құпия қазына болатын. Тәңірі тағала түр-түсі, шет-шегі, бет-келбеті, салмағы, мекені болмайтын мәңгілік құбылыс. Құдай өзінің құпиясын ашып, рухани қазынасы мен шарапатын 18 мың ғаламға тарату үшін өзіне орынбасар жаратуды ұйғарды. Сол кезде тау, тас, орман, ағаш, от, су, аспан, жер барлығы адамды менен жаратса екен деп таласады. Мен биікпін, менен жарат деді тау. Мен әзизбін, менен жарат деді алтын. Мен тасқынмын, менен жарат деді су. Мен дүлеймін, менен жарат деді жел. Мен күштімін, менен жарат деді от. Мен асқақпын, менен жарат деді аспан. Мен жұмсақпын, менен жарат деді ағаш. Мен қаттымын, менен жарат деді тас. Сөйтіп, бәрі таласып жатқанда жер ғана сынықтық танытты. Мен мақұлық атаулының табанының астында жатырмын. Ұлы Алла орынбасарын мұндай қадірсіз заттан жаратпас. Түбім топырақ бүкіл күл қоқысты маған көмеді, лас суды маған төгеді. Мен бұл құрметке лайықты емеспін, деп ойлайды. Сонда ұлы Алла тұрып, «Әй тау, сенде бір мін бар, тәкаппарсың, кішіреюді білмейсің. Алтын, сенде де бір мін бар, баяның жоқ, сыртың жылтырақ, ішің қалтырақ. Су, сенде де бір мін бар, тасығанда өткел бермейсің. Жел, сен тұрақсызсың, мінезің құбылмалы. От, сенің мінің қатыгезсің, жанғанда жақсы мен жаманды айырмайсың, жан-жағыңды жайпап кетесің. Аспан, сенің мінің мақтаншақсың, өзіңнен басқаны көзге ілмейсің. Ағаш, сен әлсізсің, сынақта сынып кетесің. Тас, сен мейірімсізсің, жақынға жылуың жоқ. Сосын Алла жерге қарап, адам тәнін сенен жаратамын. Сен кішіпейілсің, менің ең жақсы көретін мінез құлқым осы. Бүкіл тіршілік иесі саған тәуелді болады. Мінезің ауыр, сабырлы, қойның толған береке, алтын, күміс, ас ауқат түгел дерлік сенен өніп шығады. Күллі мақұлық саған нәжісін төксе де, сен одан хош иісті гүл шығарасың. Лас су жерге сіңіп, тәтті бұлаққа айналады. Жасаған жақсылығыңды міндетсіну сенде жоқ. Адам сенен жаралып, өлгеннен кейін саған оралады. Адам ұрпағы тірісінде неғұрлым саған ұқсаса, соғұрлым менің алдымда қадірлі болады. Осы кезде қара жер Алладан дат сұрады. Я жаратушы ием, адамды менен жаратқаныңа қарсы емеспін. Олар қанша мыңдап жерленсе де, мен олардың денесін шірітіп, тәндерін топыраққа айналдырам. Бірақ адам баласы ғапылдықтан күнәні көп жасайды. Олар өмірден өткен кезде менің қойныма таудай күнә арқалап келеді. Сонда олардың ауыртпалығын кім көтереді? Жасаған қиянаттары мен зорлық зомбылықтары менің де арқама батары анық. Ұлы Алла, қара жер қайғырма, мен шебер Алламын. Олардың күнәсін жойып, саған салмақ салмауға құдіретім жетеді. Мен адам ұрпағына Құран түсірем. Марқұм болғандардың ұрпағы әруақты еске алып, оларға дұға оқып Құран бағыштаса,
олардың күнәлары жойылып отырады. Сонда саған артық жүк түспейді. Мұсылмандар әруақтарды ұмытып, оларға Құран оқуды тоқтатқанынша осылай жалғаса береді, деді. Қара жер сонда ғана тыныштапты. Қазақтардың әліге дейін әр аптаның жұмасында 7 шелпек пісіріп, әруақтарға Құран оқу салты осыдан қалыпты.